4-ті, 13-ші, 22-сі және 31-гі туғандар, олар бізде четверкалар, то есть төрттіктер немесе новаторлар, немесе жаңашыл адамдар деп айтсақ болады. Бұл адамдар күле алмайды негізі, они не умеют радоваться жизни. А оларға успех қай кезде келеді, когда они радуются. Әр нәрсеге қуану керек. А олар қуанғанның орнына постоянно недовольство оларда, недовольство, неудовлетворенный дейді ғой, сондай көңілі толмайды ештеңкеге. Даже бір нәрсеге результат жетсе де, даже қалы бәрі жақсы, шүкір, нормальный өмір сүріп жатса да, бір нәрсеге недовольны. Неге? Себебі олардың бүкіл энергиясы, 97% энергиясы мына басында орналасқан. Саусақтарында, аяқтарында чуть-чуть қана бар, ал полностью на денесінде энергия жоқ. Поэтому денесіне энергия түспегендіктен басында өте көп мысльдер. Постоянно мысли, и ол энергия жерге түспейді. То есть денесіне түспейді да, из-за этого оларда недовольство, постоянно недовольство. Сондықтан да әр бір плюс күшті бір нәрселер болса да, олар обязательно бір минус тауып болады. То есть мін тауып жүретін адамдар. Сондықтан да четверкалар, өмірлеріңізді өзгерткілеріңіз келсе, күліп жүріңіздер. Білем, бірақ ол өте қиын екен. Но сонда да искусственно жасаңыздар, искусственно күліңіздер. Смехотерапия, обязательно теломен жұмыс жасаңыздар. Йога, ходьба, білмеймін, танцы, в общем, теломен практикалар көп жасаңыздар.